Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгін қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындаймыз. Біз бүгін 2-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз, яғни 2-ші бөлімді қарастырамыз. Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы. Бірінші нұсқа талдаймыз. Тапсырмаларды бастамас бұрын Мұғалім каналына жазылып, лайк басып, каналға қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Оқу мақсаты: әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек талаптарына байланысты диалог, монолог, полиглоттердегі интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардың үзінді, автор көзқарасымен көтерген мәселені талдау, оқылым мен тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Жинақы мәтін жазу және де орындауға берілетін уақыт 20 минут. Бізде 2 тапсырма беріледі. Біріншісі ол тыңдалым мәтініндегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені балық қаңқасы әдісімен талдаймыз. Екіншісі сол тыңдалым мәтініндегі сұрақтарға жауап береміз. Бізде балық қаңқасы әдісі бұл автор көзқарасы, көтерілген мәселе және мәтіннен дәйектеледі. Ең бірінші бұл біз тыңдалым мәтініндегі мәтінге қараймыз. Бұл жерде бізде қобыз аспабы туралы берілген. Осы қобыз, осы мәтінді мұқият оқып шығамыз және де сұрақтарға жауап береміз. Қобыз саз аспабы ретінде тағдыры тайғақ, жолы тар, қиын қыстау болды. Бұл аспап қазақ халқының тарихи этникалық мәдениетінің көне көзі, рухани қазына мүлкі, эпостық және аспаптық музыкалық өнерін күні бүгінге дейін сақтап жеткізуші ұлттық мұра бола тұра, ол өзіне деген кер тартпай ескілікті көзқарастан арылмай, ақталмай ақ қойды. Әу бастан қобыз бақсының, бақсылық жасаудың құралы деген пікір қалыптасқан болатын. Сондай бір түсінбеушіліктің кесірінен қобыз жаңа заманға ілесе алмай, ескіліктің қалдығы саналып, жоғалып кетудің алдында қалды. Осының салдарынан 20 ғасыр басында қобыз аспабына арналып шығармалар жазылмай, сиреп ұмытыла бастады. Әкеден балаға мұра болып келе жатқан қасиетті өнеріміз, ұлттық салт-санамыз, отбасылық қобызшылық дәстүріміз үзіліп қалды. Екінші тапсырма тыңдалым мәтіні. Осы тыңдалым мәтінін мұқият оқып шығамыз. Бұл жерде де қобыз туралы айтылған. Ежелден қобыз аспабын кие дарыған ана адамдар ойнай алған. Екінің бірі ойнап кете алмайтын, сыры мен қыры мол аспапты жыраулар, абыздар, ұзандар, бақсылар ғана қолданған. Халқымызда қобыз аспабын музыкалық инструмент емес, көбінесе бақсы шамандардың құралы деген пікір қалыптасқан. Ақыл кейіпті бұл аспаптың аңыранып шыққандағы үнінің адам бойын баурып, 62 тамырын идіріп әкететін тылсым күші ғалымдардың әлі күнге таңданысын тудырып жатыр. Үніндегі ерекшелікті домбырадағы әнді қобызға салғанда байқауға болады. Мүлде басқаша дыбыспен үнмен шығады. Қобызда созылыңқы дыбыс болған соң, ән сәл өзгеріске ұшырайды. Қобыздың бізге белгілі нар қобыз, қыл қобыз, жез қобыз, сазген деген түрлері де бар. Сондай-ақ осы қатарға оркестрлер мен ансамбльдерде ойналып жүрген альт, прима қобыздарын жатқызуға болады. Іштегі жылқының қылынан жасалатын бұл аспаптың 2 ішектемесімен бірге 3-4 ішектілері бар. Бұл қобыздардың барлығы бір-бірінен өзіндік ерекшеліктермен өзгешеленеді. Енді тапсырма. Асты сызылған сөздер мен сөз тіркестерінің қажеттісін синонимдермен ауыстырып отырып, қобыз киелі аспап тақырыбында жинақы мәтін жазыңыз дейді. Бізде қарасақ, асты сызылған мәтіндер бұл: кие дарыған, сыры мен қыры мол, таңданысын тудырып жатыр, және де табиғатқа етене жақын, айна қатесіз бере алатын, жұмбағы көп және қастерлі. Осыларды синоним жазамыз. Кие дарыған бұл бізде қасиетті, құдіретті, сыры мен қыры мол, жұмбақ, таңданысын тудырып жатыр, бұл бізде таң қалдыруда, табиғатқа өте жақын, бұл табиғатқа етене жақын, жұмбағы көп, сыры бітпеген, сыры көп, айна қатесіз бере алатын, бұл жұтпай салатын, қастерлеп, аялап деген мағынаны білдіреді. Қобыз қазақ халқы үшін киелі аспап. Қобыздың сазды шыққан үні құлақтан бойды алар.
Қобыз мұңды аспаптардың бірі. Көне аспапқа да жататын қобыз. Күйші және жыршылардың қолынан қобыз түспеген. Қобыз көнеден келе жатқан қазақ халқының аспабы. Қобыз қайың немесе арша секілді ағаштардан жасалады. Қобыздың да мүшелері болады. Мысалы, құлақ, ішек, тері, тиек, ішек тартқыш және түймелері болады. Бізде екі нұсқа болатын, біз бірінші нұсқаны аяқтадық, енді екінші нұсқаға ауысамыз. Екінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар, екінші бөлім. Екінші нұсқа дәл осы тапсырмалар бірдей. Бізде тыңдалым мәтініндегі автор көзқарасы мен көтерілген мәселені балық қаңқасы әдісімен талдаңыз дейді. Бізде дәл осы бірінші сұрақ қайталанады. Осы бірінші сұрақты бірден осы жерге қоя салдық. Көтерілген мәселе, автор көзқарасы, мәтіннен дәйектер. Бізде екінші сұрақ бұл тыңдалым мәтінде дәл осындай бірдей. Бізде бұл жерде өзгешесі екінші тапсырмада асты сызылған сөздер мен сөз тіркестерінің қажеттісін синонимдермен ауыстыра отырып, домбыра қазақ мақтанышы тақырыбында мәтін жазыңыз дейді. Бұл жерде асты сызылған сөздердің синонимі: кие дарыған, қасиетті, құдіретті, сыр мен құрмол, жұмбақ, таңданысын тудырып жатыр, таң қалдыруда, табиғатқа өте жақын, табиғатқа етене жақын, жұмбағы көп, сыры бітпеген, сыры көп, айна қатесіз бере алатын, бұл жұтпай салатын, қастерлеп, аялап. Домбыра. Домбыра қазақ мақтанышы. Домбыра қазақ халқының төл аспабы. Домбыраның үні халықтың байырдан келе жатқан халін сипаттайды. Оның күмбірлеген дауысы әр адамның жүрегін елжіретпей қоймайды. Домбыра қазақ халқы үшін ең маңызды аспап, әрі қазақ дегенде ең алғашқы еске түсетін халықтың символы. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп дана халық бекер айтпаса керек. Себебі домбыра қазақ халқының бары мен нары, жүрегі, мақтанышы және көне тарихы. Так, достар, осымен біздің 7-ші сыныптың 2-ші тоқсанға арналған номер 2-ші БЖБ тапсырмасы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.